Так, по восточной медицине, значит, мы сейчас находимся из клиники Абдувалиева. Когда больной приходит, мы обязательно сделаем пульчодиагностику. Сейчас мы покажем, как проводится пульчодиагностика. Папа, жақсы келдіңіз ба? Қай жерден келдіңіз бұл? Мен Бозай деген жерден келдім. Бозай? Ой. Тәкенің ауылы ма? Тәке? Көкбарыш тәкенше, тәкен. Апа, не мазалап келдіңіз ба? Мен мына басымда, мынадан былай қарай, ұйғанса. Тамыр. Когда пульс шубается, 3 пальцами обязательно в локтевой нерв. Так, у нее по пульсу синдром жара. У нее голова болит. Так, апа, бяха беріңіз. Апа, тілді көрсетіңіз. Язык. Вот желтый налет. Это говорит, что у него жировой гепатоз. Печень. Да, печень, да. Гемоглобин сейчас ничего. Видите, гемоглобин? Гемоглобин 130-120 у него. Апа, басыңыз қалай ауырады апа? Мынадан былай қарай да, бүйтіп, ана ұйғаны соқтырды, мына құлағым, әлем қатып қалды, шаншиды онша. Құспайсыз да көңіліңіз айнымай ма? Шамын шаншиды. Бүгінгі жазылғасы ба очередке? Жоқ, бүгін келдім. Көрінуге бас па тек қана? Сейчас всей группой туда проходить сейчас. Құлағым шаншиды.